Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындық баклажаннан салат әзірлейтін боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, видеоны соңына дейін көруге шақырамын. Қысқа бұл салатты әзірлеу үшін бізге пияз, қызанақтар, баклажан және осындай тәтті бұрыштар керек болады. Салатымызды дәмдеуге мынандай дәмдеушілер керек: лавр жапырағы, чеснок, сұйық май, осындай қара бұрыштар және тұз қажет болады. Достар, баклажандарды осылай дөңгелектеп турап аламыз. Өте қалыңда, өте жұқада болмау керек, орташа қалыңдықта турап аламыз. Сіздер де осы баклажаннан жасалатын осы салатты жасап көріңіздер. Міндетті түрде менімен бірге дайындаңыздар. Келесі кезекте тәтті бұрыштарды да осылай дөңгелекше етіп турап аламыз. Егер сіздерде қызыл түсті тәтті бұрыш болмаса, жасыл түсті тәтті бұрышты да қолдануға болады. Келесі кезекте пиязды да тура осындай видеода көрсетілгендей етіп дөңгелекшелеп турап аламыз. Достар, бұл салаттың ең бір ерекшелігі: банкіні қазір біз сыртынан қайнататын боламыз. Сіздер де дайындап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Келесі кезекте қызанақтарды осылай дөңгелекше етіп тураймыз. Қатты жұқа болмау керек, қалыңырақ қылып турауға кеңес беремін. Достар, видеоны соңына дейін көрсеңіздер, қалай бір уақытта барлық банкіні қайнатуға болатындығын сіздерге көрсететін боламын. Достар, мінекей біздің туралған көкөністеріміз дайын. Банкілерді мен алдын ала стерильдеп алдым. Бұл салатты біз брандалы крышкалы банкаға жабатын боламыз. Сол үшін алдын ала брандалы крышка дайындап алғандарыңыз жөн. Достар, енді банкаға көкөністерді саламыз. Көкөністерді салған кезде қатар-қатар қылып саламыз. Мысалы, бірінші қызанақты салдым, одан кейін аз ғана тұз себеміз. Одан кейін баклажанды саламын, одан кейін де аз ғана тұз себеміз. Яғни осылай қатар-қатармен кезектестіріп салып отырамыз. Осылай көкөністерді салғаннан кейін үстінен қолмен басып, барынша нығыздап салған дұрыс. Өйткені қазір сыртынан қайнатқан кезде біздің көкөністеріміз басылып қалады. Сол себепті барынша қолмен нығыздап салған дұрыс. Видеода көрсетілгендей етіп, осылай көкөністерді кезек-кезегімен қатар қылып салып отырамыз. Достар, сіздерді де міндетті түрде осы салатты қысқа әзірлеп алуға шақырамын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді болады, керемет болады. Бұл салат баклажанды сүйіп жейтіндер үшін өте керемет болады. Өйткені қыс кезінде де сіздің дастарханыңыздан баклажан табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар, керемет болады және көп уақытыңыз кетпейді. Барлығын бір уақытта жасауға болады. Банкаға осылай көкөністерді салып болғаннан кейін бір лавр жапырағын, бір чеснокты және осындай ұсақ қара бұрыштарды және осылай майды алып, қасықтың ұшымен ғана тамшылатып қоя саламыз. Бір қасық қылып құюға болмайды. Қақпақты жапқан кезде осылай бір ғана бұраймыз. Қақпақты толық бұрап тастауға болмайды, өйткені қазір біз сыртынан қайнататын боламыз. Сол үшін қақпақты жапқан кезде ақырын ғана бір бұрап қою керек. Міне келесі банкында солай қатар-қатар қылып салып шығамыз көкөністерді. Достар, осы даярланған көкөністерден менен осындай 1 литрлік банкіден 7 банкі шықты. Бұған менен 8 дана баклажан, әр банкаға 3 қызанақтан қолдандым және 1,5 пияздан қолдандым. Ал бұрыш 3-4 кетіп отырады, сол үшін бұрышты көбірек алған дұрыс. Қазір мен описанияға қанша килограмм екенін жазып қоямын. Достар, келесіде менің арнамдағы рецепттерді бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.
Достар, мінекей келесі банкаға да көкөністерді салып болып қалдым. Әр көкөністен кейін тұз себуді ұмытып кетпейміз. Әр банкаға бір лавр жапырағы, бір чеснок және 5-6 бұрыштан салып отырамыз. Достар, енді банканы қайнатуға кірісеміз. Ең алдымен осындай үлкендеу кастрөлге жұқалау майлықты түбіне салып аламыз. Одан кейін банкілерімізді тізіп шығамыз. Банкілердің қақпағы міндетті түрде бір ғана бұралып тұру керек, жай ғана бұралып тұру керек. Сыртынан су құямыз енді. Суымыз банкілердің орта шеніне дейін жетіп тұруы керек. Өте қатты суды толтырып жібермеңіздер, өйткені қайнаған кезде қазір банканың ішіне құйылып кетуі мүмкін. Сіздерге енді банканы қайнату уақытын айтып кетейін. Осылай жақсылап бір қайнағаннан кейін газды ақырынға қойып 40 минутқа қайнатып аламыз. Достар, естеріңізде болсын, міндетті түрде қайнағаннан кейін 40 минутқа қайнатып аламыз. Одан кейін алып банкілерді осылай жабамыз. Банкілер өте ыстық болады. Сол үшін осындай майлықпен немесе сүлгімен ұстап, қатты қылып бір-бір бұрап шығамыз. Міне біздің қысқа азығымыз дайын. Достар, сіздер де міндетті түрде осы салатты дайындап алыңыздар. Дайындап алуға кеңес беремін. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер? Комментарий бөліміне жазыңыздар.